Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай құрамы қарапайым заттардан тұратын өте пайдалы салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Салат өте дәмді болады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Салатымызды дайындауға кірісеміз. Алдын ала 5 жұмыртқаны қайнатып аламыз. Одан соң осылай қиярларымызды осылай жіңішке етіп кесіп, солонка етіп турайтын боламыз. Құрамындағы заттардың қанша грамға қосатынын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден оқып, дайындап көрсеңіздер болады. Мінекей, қиярымызды осылай турап болғаннан кейін жұмыртқаны да ортасынан бөліп, жұп-жұқа етіп, барлығын турап шығамыз. Жұмыртқамызды да жұп-жұқа етіп турап болдық. Енді редисканы турауға кірісеміз. Оны ортасынан бөліп, және ол бөлікті де екіге бөліп, жұп-жұқа етіп турап шығамыз. Осылай редисканы да турап болғаннан кейін үлкен ыдысқа редисканы салып, үстіне қиярды және жұмыртқаны салып, үстіне бір шым тұз қосып, және укроп петрушкамызды майдалап турап, үстіне майонезімізді құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей, салатымыз дайын болды. Енді ыдыстарымызға орналастыратын боламыз. Ол үшін осылай салат жапырағын астына қойып, үстіне салатымызды салатын боламыз. Сонда дастарханымызға ерекше сән беріп тұрады. Салат жапырағын қою міндетті емес, қоймай-ақ қойсаңыздар да болады. Видеода көрсетілген мөлшермен дайындасаңыз, осындай орташа тарелкамен 3 тарелка шығады. Егер сізге көп мөлшерде қажет болса, дәл осы ингредиенттерді көбейтіп қолдана берсеңіздер болады. Салаттың дәмі тіл үйіреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.